Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте қарапайым жаздың нағыз ыстығында сусыныңызды басатын мохито сусынын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарауыңызды өтінемін. Бүгінгі жасалатын мохитомызға мүлдем спрайт және лайм қолданбаймыз. Өте қарапайым түрде жасайтын боламыз. Бізге қажет болады дәл осындай газдалған сарыағаш суы, жалбыз, яғни мята және үлкенде бір лимон, жарты пиала шекер, мұз кесектері қажет болады. Ең алдымен лимонымызды екі бөлікке бөліп, жарты бөлігін алып қоямыз. Ал қалған жарты бөлігін қабығын тазартып аршып аламыз. Аршып алған лимонымыздың ішіндегі сүйектерін шығарып тастайтын боламыз. Ал енді бірнеше бөліктерге бөліп турап аламыз. Арасында қалып кеткен сүйектерін алып тастаймыз. Енді ыдысымызға бөліп алған лимондарымызды саламыз және шекерімізді саламыз. 5-6 жалпыз жапырақтарын саламыз. Ал енді газдалған суымызды кішкене құятын боламыз. Блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Ал енді сусынымызды дайындайтын ыдысымызға сүзгіштен өткізіп, жаңағы дайындап алған сироптарымызды құйып алатын боламыз. Ал құйып та дайындап алдық. Енді қалған лимондарымызды жақсылап бөліктерге бөліп майдалап турап аламыз. Туралған лимондарымызды ыдысымызға саламыз және жалпыз жапырақтарын саламыз. Дәл осы жерде мұз кесектерін де салып жасасаңыздар болады. Мен мұз кесектерін салған жоқпын. Енді сарыағаш суымызды құйып аламыз. Қасықтың көмегімен жақсылап араластырып жібереміз. Дайын болған сусынымызды стаканға құйып көрсететін боламын. Стаканның ішіне 1-2 мұз кесектерін салдым. Жалбыз жапырағын және жарты лимонды салдым. Дәл осындай өте әдемі жаздың ыстық күнінде сусыныңызды басатын қарапайым ерекше сусын болады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Және видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал сіздерге сәттілік достар.